танышма, танысу деген қазақшасы. Сосын Али айтады: мерхаба, менің атым Али, сенің атың не дейді. Мерхаба қазақшасы сәлем деген, бенем деген менің, адым деген атым, Али дейді. Сәлем, менің атым Али. Сенің атың не? Сенің атың кім дейді. Мұрат айтады: менің атым Мұрат, менің атым Мұрат дейді. Али айтады: мемнун олдум екеуі қосылып қуаныштымын деген мағынаны білдіреді. Мұрат айтады: мен де мемнун олдум дейді, яғни мен де қуаныштымын дейді. Одан кейін екінші диалогта Зилек айтады: селам Зейнеп дейді. Сәлем Зейнеп дейді. Насылсың, қалайсың дейді. Насылсың деген қалайсың деген. Зейнеп айтады: iyiyim, teşekkür ederim дейді. Яғни iyiyim деген жақсымын деген, teşekkür ederim екеуі қосылып рахмет деген мағынаны береді. Шукран деген, иә. Рахмет, teşekkür ederim деген, рахмет деген, сен насылсың дейді, сен қалайсың дейді. Сосын Зилек айтады: teşekkürler дейді. Teşekkürler мен teşekkür ederim екеуі айырмашылығы. Teşekkür ederim деген рахметтің өзі ғана болса, teşekkürler деген бұл көп рахмет деген мағынаны білдіреді. Шукран жазилен деп айтады ғой араб тілінде. Teşekkürler көп рахмет деген. Ben de iyiyim дейді, яғни мен де жақсымын деген де білдіреді.